Арма, тарихы терең қазалы елі. Біз жаңалықтар легін бастаймыз. Эфир тізгінінде мен Зарина Оңалқысы. Әйтеке би кентіндегі Нұршуақ автобекетінде ауыл шаруашылық өнімдерінің жәрмеңкесі өткізілді. Бұл жәрмеңкеде кәсіпкерлердің табиғи өнімдері және тұрмыстық заттары ұсынылды. Қала тұрғындары бағасы арзан әрі сапалы өнімдерін арқалап, қоржындарын толтырып қайтты. Қазалы ауданындағы Нұршуақ автобекеті жанында ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі ұйымдастырылды. Осыған орай ауыл тұрғындары тауарларын арзан бағада ұсынып, жәрмеңкенің көркін қыздырды. Сондай-ақ аудан әкімі Шермағамбет Мейрамбек арнайы қатысып, шараның маңыздылығына ерекше екпін берді. Таза саны сүйектен қайнатылады. Сүйектен қайнатылады, таза малдың майынан қайнатылады. Мынау қара салы дейсің ба? Бұл қара салы, көшеме қара салы. Сыртында отыр, геморрой, барлығы. Өзінде кешек қаршы болды ма? Жәрмеңке ашыла сала келген сатып алушылар қатары қалың болды. Себебі сапа өнімді тиімді бағаға алатын мұндай мүмкіндік күнде туа бермейді. Бұл жәрмеңкеге Қазалы қаласынан бастап әр ауыл аймақтардан кәсіпкерлер қатыстырылды. Жәрмеңке барысында неше түрлі көкөністер, жеміс-жидек және табиғи өнімдер мен шұбат қымыздар және тағы басқа тауарлар ұсынылды. Құрметті аудан тұрғындары, Наурыз мерекесі құтты болсын, құт берекесімен келсін. Наурыз мерекесіне орай бүгін ауданымызда Нұршуақ автостанциясында ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкесі өтуде. Бұл жәрмеңкеге 15 көлікпен 60 тоннаға жуық заттар әкелді. Оның ішінде әлеуметтік маңызы бар тауарлар сатылып жатыр. Соның ішінде жуа 65 теңгеден, картоп 90 теңгеден, басқа да өнімдер сатылып жатыр. Балық, қой әкелініп сатылды. Бұл жәрмеңке келесіде де жалғасын табатын болады. Келіңіздер, арзан тауарға сауда жасаңыздар. Құт берекесімен келсін Наурыздағы да. Наурыз әрқашанда осындай елімізде тыныштық, мол өнім болсын. Мұндай жәрмеңкеде қызықтыратын табиғи өнімдер екені жасырын емес. Осындай мүмкіндікті пайдаланып, аудан кәсіпкерлері өздерінің танымал өнімдерін әкеліп, тұрғындарды бір қуантты. Сүйеніш Каренов, Ерқанат Асаутаев, Шәкәрім Жұмағұл, Серік ТВ телеарнасы. Қазалы қаласы әкімі аппаратының қалалық мәдениет үйінің ұйымдастыруымен өнерді және ұлттық құндылықтарды насихаттау мақсатында салт дәстүрім таусылмайтын байлығым атты танымдық іс-шара өтті. Өнер мен ұлттық құндылықтарды насихаттайтын іс-шарада ұлы даланың рухани мұралары және қол өнер бұйымдары дәріптелді. Қазалы қаласы қалалық мәдениет үйі ұйымдастыруымен өнерді және ұлттық құндылықтарды насихаттау мақсатында салт дәстүрім таусылмайтын байлығым атты танымдық іс-шарасы өтті. Ата-бабаларымыз өздерінің сан ғасырлар бойғы ұлы тарихымызда жас ұрпаққа тәрбие берудің бай тәжірибесін жинақтап, өзіндік салт сана мен әдет ғұрып қалыптастырып отырды. Осы Қазалы қаласында осы өзіміздің мәдени құндылықтарымызды ұлықтау мақсатында осы жерде көрме ұйымдастырылып жатыр. Соған баршаңыз келгендеріңізге құтты қадам кейін және баршаңызды осы қазір осы көрмені аралап шоуға баршаңыз шақырамын. Мереке құтты болсын, ұлыс оң болсын. Мына осы Наурызбен бірге келіп жатқан оразамыз, қасиетті оразамыз қабыл болсын, ниеттеріміз қабыл болсын. Қазақта керемет сөз бар ғой. Екі дүнияң абат болсын, екі тойым қабат келсін деп. Сондай екі тойымыз қабат келіп жатыр. Барлығы құтты болсын. Қолөнер дәстүрлі тұтыну және сәндік бұйымдарын жасайтын ұсақ өндіріс түрі. Әрбір қолөнер туындысы өз заманының халық талғамының, әлеуметтік, қоғамдық жағдайының, діни сенімінің, салт дәстүрінің нақтылы көрінісі. Бүгінгі ұлыстың ұлы күні құтты болсын, ақмол болсын, отбасымызда әрқашанда қуаныш, той болсын, халқымыз аман болсын, тыныш болсын, тыныш аман болсын. Үйде отырып, осындай қолөнермен айналсам, мынаның бәрін өзім сатып алып, қолдан тоқимын. Мынандай құрақтан да құрақ істеймін. Қазіргі заманауиге сәйкес қолөнерден осындай сүмпі құрақ қыздарға, әжелерге ұстауға болады. Мына сөмкінде де өзім тоқыдым. Бұнда қолөнерден жіпкен. Халық өнері тек қана эстетикалық мұрағат емес,
Ол сонымен қатар халқымыздың белгілі бір тарихи кезеңдегі таным түсінігінің ой талғамы дәрежесінде жоғарғы екендігін ақ жаулықты аналарымыз тағы бір дәлелдей түсті. Саламатсыздар ма, Қазалы халқының, Қазалының халқы. Бүгін бір ерекше күн болып тұр. Күнде мынандай қандай керемет жарқырап тұр. Бүгін кеше 13-де басталған 10 күндік, осы Наурыздың қарсаңында басталған 10 күндік амал күнінен бастап бүгінгі күн мінекей бүгін 3-ші күні ұлттық салт дәстүрді дәріптеу күні. Мына біздің Қазалы халқының, Қазалы қаласының халқы барлығы жиналып осы жерде той тойлап, өнер тамашалап, салт дәстүрді тамашалап жатырмыз. Жаңғыз ғана өлең айтып, я болмаса өнер көрсетумен ғана шектеліп атқан жоқпыз. Біз осы жастарға ұлттық тәрбие, ұлттық салт дәстүрді дәріптеу мақсатында осы жақында ғана біздің әжелерменен ұйымдастырылған, қаланың әкімшілігінің қолдауымен ұйымдастырылған «Қызым саған айтам, келінім сен тыңда» деген керемет бір тәлімдік тәрбиесі мол іс-шара өткенін өтті осы жақында. Сол іс-шараның мақсаты келіндерге тәрбие беру, өнеге көрсету деген мақсатта ұйымдастырылған болатын. Іс-шара өзінің дәрежесіне жетті, өзінің мақсатына жетті, жақсы дәрежеде өтті деп есептеуге болады. Осындай іс-шаралардың көптеп болуы салт дәстүріміздің елімізде ұмыт қалмай, ел арасында жаңғырып, жалғасын тауып отыра беретіні хақ. Тілімізге тиек еткен бүгінгі күн тарих өткеніне үңілуі қоғамның дамуына берген өз үлесі болмақ. Зарина Оңалқызы, Ерғанат Асаутаев, Шәкәрім Жұмағұл, Серік ТВ телеарнасы. Қазалы ауданында сенбілік жұмыстары қарқынды жүргізілу үстінде. Қазіргі күн тәртібінен түспейтін басты мәселелердің бірі тазалық жұмыстары. Яғни ауылдық округтерде санитарлық тазарту, көркейту және көгалдандыру шаралары ұйымдастырылды. Әйтеке би кенті мен Қазалы қаласы көлемінде сенбілік күні аясында тазалық шарасы ұйымдастырылды. Бұл сенбілік шарада көше тазалығына аса мән берілуде. Тазалық денсаулық кепілі. Осы сөзді ұран етіп қызметкерлер қолдарына сыпырғы мен күрек алып, көше тазалығына білек сыбана кірісті. Сенбілікке үлес қосу тұрғындардың өз еркінде болса, мекеме ұйымдарының нысан аумағын абаттандыруға және таза ұстауға міндетті болмақ. Қала көркіне бейжай қарамайтын жандар жасыл қаламыздың сәнін арттырып, тазалығы мен тәртібін түзейтіні белгілі. Сенбілік аясында техникалық көлік құралдары арқылы да арам шөптер мен артық отындар қоқысқа шығарылды. Елді мекендерге баратын автожолдардың жиегі, Орыс қорымы аумағы, Ватагашқа елді мекеніне барар жол аумағы, Әйтеке би кентіндегі орталық көшелері және жол жиегіндегі бордюрлері әктеліп, көшедегі аяқ су арықтары тазартылды. Қызметкерлер көше тазалығымен қоса көшені әрлендіріп, бояу жұмыстарына атсалысты. Атап айтқанда тазалық шараларына қатысқан мекемелер саны 152, адамдар саны 2840, техникалар саны 48 және 46,3 тонна бейберекетсіз қоқыстар мен тұрмыстық қалдықтар арнайы орынға шығарылды. Бұл шара тұрғындардың табиғатқа деген жақсы қарым-қатынасын қалыптастыруға және қаланың санитарлық жағдайын жақсартуға бағытталды. Сүйеніш Каренов, Ерғанат Асаутаев, Шәкәрім Жұмағұл, Серік ТВ телеарнасы. Бүгінгі келіп түскен ақпараттар легі әзірге тамам. Арнамыздан алыстап, жаңалықтардан қалысқап жүрмеңіз. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар. Осы және өзге де жаңалықтарды әлеуметтік желілерден біле аласыздар. Серік ТВ жаңалықтар әлемінде серігіңізге айналсын.